Жүзін көпшіліктен жасырған бұл азамат өткен іске өкінеді. Ол енді түзу жолды таңдап дұрыс жүруді мақсат етеді. Пробация қызметі оның өмірін түбегейлі өзгертуге ықпал еткен. Ол бостандыққа шыққан соң екі қолға бір күрек таппай көп жүрген. Бүгінде тұрақты жұмысы бар. Темір тордың ар жағына телміртпей, қоғамға бейімдеуге мүмкіндік берген мемлекетке де алғысы зор. Жас балаларға дұрыс совет беріп жатырмын, чтобы менің ошибкаларым қайталамасын. Потому что ол жерде действительно өмір сүретін жер емес. Өзім түсіндім, маған не керек осы өмірде. Пробация арқылы тоже жұмыс тауып берді. Пробация қызметі сотталған тұлғалардың тұрғылықты мекен-жайын, жұмыс орындарын үнемі тексеріп тұрады. Олармен ашық әңгімелесіп, алдын алу шараларын жүргізеді. Сотпен белгіленген талаптар мен міндеттерді түсіндіреді. Себебі жазасын шартты өтеп жүргендер қоғамнан шеттетілмеу керек. 2017 жылы өсіп отыр. Бұл жасалған қылмыстар көбінесе жұмыста жоқ, отбасылық жағдайы нашар, көбі бұрын соттаған азаматтар тарапынан. Оларға біз барынша мүмкіндігінше көмектер көрсетеміз. Жұмысқа орналастыру бағыты бойынша болсын, немесе бір материалдық көмек болса да, бірақ олар көрсетілген көмектерге қарамастан, олармен бірнеше қатар жүргізілген профилактикалық жұмыстарға қарамастан, олар қайтадан қылмыс жасап тұр. Бөрлік 170 тұрғын пробация қызметінде тіркеуде тұр. Оның ішінде кәмелет жасқа толмағандар да бар. Айым Нұрғалиева, Арман Құсайынов, Еламан Қазбаев, Ақжайық арнасы.